Жақсы болды, дұрыс. Мен что-то интернет кішкене дұрыс болмай тұр ма, түсінбей тұрмын. Қазір ашып жіберейік. Достар, қараңыздар, сіздерге айтайын, бұрын мысалы біздің қазір уровень 20-ші уровеньге дейін өсті ғой. Сондықтан адам, мысалы астына 4 адам жазған кезде, мысалы сіздер 4 личка қойған кезде, я болмаса өздеріңіздің кабинеттеріңізбен, көп адам, оказывается, мен бүгін Алматыда прямой презентация өткіздім кісілермен, көп подпискалар болды бүгін Алматыда, достар. Сондықтан сіздерге айтайын, осы затты көп адам білмейді екен. Біздің даже партнерлардың өздері, даже кейбір лидер кісілеріміздің өздері білмейді екен. Қанша адам жазған кезде қаншаншы уровень ашылады дегендерді білмейді екен, достар. Соның үшін айтып өтейін. Қараңыздар, біз астымызға 4 адам тіркеген кезде бірден 6-шы уровеньге не ашылады. Тағы да 2 адам тіркеген кезде, 6 адам тіркеген кезде бізде 7-ші уровень ашылады. 3 адам тіркеген кезде, қос 9 адам, да, общий 9 адам тіркеген кезде біздің 8-ші уровень ашылады. 12 адам тіркеген кезде, 9-ші уровень ашылады, достар. Көрдіңіздер ме? Енді 10, 11, 12, 13 ол орындар, жаңағы бір адам 13 қылған кезде, біздің адамымыз астында 13 адам болған кезде, бізде 13-ші уровеньге дейін ашылады, достар. Көрдіңіз бе? 13 адам тіркейміз, 13-ші уровеньге дейін аламыз. 14 адам тіркеген кезде, достар, біз 17-ші уровеньге дейін аламыз. 15 адам тіркеген кезде, достар, біз 20 уровень ашылады, полностью. Енді қараңыздар, достар, біз осы маркетингпен жұмыс жасайтын болсақ, мысалы 4, бұл жерде пирамида емес, жаңа түсіндіріп айттым, неге екен, матрица емес, соны айтып отырайын. Матрица дегеніміз, достар, 2 ножка болады, бір ножкасы, екінші ножкасы. Сол 2 ножканы мысалы алып жүретін болсақ, сонда ғана бізде не болады? Доход болады. Неге матрицадан адамдар қашады? Неге матрицада істеуге дұрыс емес, мен сізге айтайын? Өйткені басындағы адам алады да матрицада, как пирамида сияқты. Соңындағы адамдар алмай қалады. Неге? Өйткені адам бір ложка всегда созылған сайын, жоғарылаған сайын, адам жоғарылаған сайын, ана ножка көбейе береді. Көбейген сайын адам көп керек. Адам көбейген сайын ол жерде не істейді? Тұрып қалады орында. Сонда, достар, астындағы адамдар ешқандай бір тиынсыз қалады. Көрдіңіз бе салған ақшасын? Сондықтан бізде ондай емес, матрицадан айырмашылығымыз. Каждый келген кісі бірінші күннен бастап өзінің доходын алады. Көрдіңіздер ме? Бізде сосын тағы да бір компанияның ерекшелігі, достар. Біз 1 апта, 2 апта осыны айтып адамдарға түсіндіріңіздер. 2 ай, 1 жыл деп доходты күтіп жатпаймыз. Сразу келген күннен бастап жұмыс жасайтын болсақ, сол күннен бастап біз өзіміздің доходымызды аламыз. Көрдіңіздер ме? Моментально вывод жасалынады. Моментально біздің платформадан, Matic Basket платформадан біз не істеге аударамыз? MetaMask кошелекке аударамыз. MetaMask кошелекте жиналып тұрады. Содан Binance кошелекке, я болмаса басқа Coinbase, басқа биржаларға аударып, біз ақшамызды 5-10 минуттың ішінде шығарып аламыз. Түсініңіздер ме? Енді қараңыздар, біз осы спискпен примерно жұмыс жасайтын болсақ, 4 кісі, 4-те 4 болып жұмыс жасайтын болсақ, достар, 4, 16, 64, қараңыздар, біздің адамдардың саны қалай кетеді. Енді біздің еще бұл компанияның ерекшелігі, глубина өскен сайын біздің алатын проценттеріміз өседі, достар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, көрдіңіздер ме? Өте үлкен жақсы доходтар. 2, 1, кеше мен бір кабинетімнен, достар, 15-ші линиямды аштым. Менің ол кабинетімде 300-ге жуық, сол 15-ші линиямда 300-ге жуық адам бар екен. Пелифпен келіп қалған, көрдіңіздер ме? Бір күннің ішінде, сол 15-ші уровеннен бір күннің ішінде, достар, 55 матик түсті. Только 15-ші уровеннен. Көрдіңіздер ме? Глубинадан өте алған күшті. Мына Matic Basket'те біздің алатын бағамыздың бәрі, алатын осы
сияқымыздың барлығы осы уровневый доходта. Достар, менің даусым естіліп тұр ғой, айта салыңыздаршы. Иә, естіліп тұр. Аха. Енді сіздерге қараңыздар, тағы бір көрсететінім бүгінгі таңда сіздерге, достар, көп адам қазір қайтадан 15-пен кіріп кетті. Соны айтайын. Достар, 15-пен кірудің пайдасы аз. Хайпқа қайтадан біз не істейміз? Ақшаны миллиондап салып жатырмыз. Керек емес проектілерге, ертең жауып қалатын проектілерге. Достар, неужели сіз өздеріңіз сыйламайсыздар? Міне біздің пакеттер 100 матиктен басталады. 100-ден кіріңіздер. Былай алып кірсеңіздер болады. Басында 50 алып, 50-ді астынан 100-бен кірсеңіздер болады, достар. Неге? Сіздерге тағы бір рет айтып өтейін. Достар, 15-пен кірген кезде, ең бірінші айтайын ба сіздерге? Ол жерде сіз апгрейд деген болады, иә? Мысалы, сіз 15-пен кірдіңіз, астыңыздағы адамдар тоже 15-пен кірді. Олардың доходы сіз, мысалы, бірінші уровенде жаңа 2% и плюс реферальный 10%. Қазір мен сіздерге көрсетейін, сызып көрсетем, достар. Қазір мына жерде бар еді ғой менде. Чтобы сіздерге түсіндірейін. Не үшін біз, достар, 15-пен кірудің қажеті жоқ екенін сіздерге көрсетейін. Достар, менің экраны көрініп тұр ғой, Иә. Қараңыздар, достар. Көрініп тұр. Отлично. Размер, текст, титры. Нұрсұлтан, ассалаумағалейкум. Уалейкум ассалам. Мына iPhone телефонды алып едім, бұрын Android дейді, мен Android'тың что-то үйреніп қалған, iPhone'ға вообще үйрене салмай жатырмын. Кешірім өтінем, кішкене былай задержка болып жатса. Былай істейші. Міне ашылды. Қараңыздар. Міне 15, 100. 2-ке бөлем. Көрініп тұр ғой экраным, тағы бір қайталайын. Енді қараңыздар, достар. 15-ке сіздер не істейсіздер? Адам алып келесіздер. Да? Тіркедіңіздер. 15-ке. Ол адам 15-ке кіргеннен кейін, бірінші бұл жерде 15-тің 10%, реферальный 10% түседі. 10% алады бұл кісі. Үстіне жазып қойын, бүйтіп. 100-бен кірген кісі 10% алады. Бұл кісіден. 100-дің 10% қанша? 10 матик. Сіздер сразу 100-бен тіркесеңіздер, сразу 10 матик аласыздар. Плюс уровневый доход. Мысалы, сіздің бірінші уровеніңізде тұрса 2%. 100-дің 2% сразу 2 матик. Сонда сіз сразу уже не істейсіз? 12 матик заработали. 15 матиктің 10% қанша? 10% 1,5 матик. Несерьезнысын айтайын. Пробный версиясын айтайын 15-тің. Оның тағы да 2% жаңа уровневый доход бірінші уровенге түскен кезде. Қанша болады 15-тің 2%? 1,5 матик 10% болса, 2% 1,5-ның где-то 0,2. 0,2, 0,3. Даже санауға да келмейді. Көрдіңіз ме? Енді қараңыздар. 100-бен кірген кісі не істейді? Астында өзіне активно жұмыс жасаған кезде астындағы адамдарды 100-бен тіркейді. Сразу 4 адам тіркеді дейік 100-бен. 15-бен кірген кісі не істейді? 15-бен тіркейді. 4-5-ті. Мен просто классический айтып жатырмын, классический тұрдым. Ол жерде анандай бір адам 2 кабинетпен, 3 кабинетпен кіреді дегенде жатқан жоқпын. Просто жай түсіндіріп көрсетіп жатырмын. 4 адам кірген кезде 100-бен, барлығы 100-бен кірді. Мына жерде 400 матик. 400 матиктің 10% қанша болады? 40 матик. Мынаны қазір өшіріп тастайын. Мына жерде стерка бар еді ғой.
жарайды, кейін өшіреміз. 40 матик. Мына жерге уже сразу осы жерді қана көрсетемін. 40 матик и плюс 2%-тен 8 әр адамнан 100-ден. 100-дің 2%-і 2, сонымен ол не істейді? 48 матик ақша тапты. Бір күннің ішінде, осылай істейтін болса. 15-пен тіркеген кезде не істейсіздер? Біз неге халықты аяймыз? Миллиондап, 2 миллиондап, 10 миллиондап, 40 миллиондап ақшаны хайпқа салады, ақшасын жоғалтады. Ал қазіргі таңда 100 матик примерно там да $120, да, там плюс комиссиясымен сол ақшаны мына жерге сала алмайды. Мен осы матикпен августтен бастап уже 10 миллионнан асып кетіп санамадым. Январдың 16-сында санағам, 10 миллион болған менің доходым. Осы матиктен тапқан. Мен әлі санаған жоқпын, қалған қазір мартқа дейін қанша тапқан, достар. Түсінесіздер ма? Кіргенім сонда 100-бен ғана кірдім. Енді 15-пен кірген адам 10% 1,5 матик, 4-ке көбейтеміз қанша болды? 6 матик. И плюс 0,2 матик, мысалы 0,2-ні көбейтетін болсақ 4-ке, 6-да 8 матик. Қайсысы выгодны? Айтыңыздаршы, достар. Сіздер бұл жерге ойын үшін келесіздер ма, я болмаса ақша табу үшін келесіздер ма? Барлығымыз мына жерге ақша табу үшін келеміз. Бұл өмірде әркім ойнап жүрген жоқ. Көрдіңіздер ма? 100 матик 1 миллион теңге болса екен, онда айтатын, жарайды, онда 15-пен кіріңдер деп айтатын. 100 матиктің саны, где-то бүгін таңда, білмеймін, қазір қанша болды? Примерно айтайын, 50-60 мың. 60 мың теңге примерно айтайын. Это примерно, достар. 60 мың теңге. Мына 15 матик, тем более биржада 15-пен алған кезде комиссия көп алады. Понимаете? Сондықтан, почему сіздер невыгодный затты басқаларға предлагать етесіздер, өздеріңізге предлагать етесіздер. Соған мойынсынасыздар, достар. Не үшін? Содан кейін барып айтасыздар, түспейді бұл жерде, деп, жоқ деп. Енді 100-бен кірген кезде, мысалы, біреуің 2 кабинет, 3 кабинет алу мүмкін, мысалы да, өзінің бриллиантты емес қалады. Келесі адамдарды, мысалы, мына 10 адам, 4 адамның қалғандар тоже бір адамнан жазды деп айтатын болсақ, бір адамнан ғана есеп отыр. Бұлардан тағы да өстіп команда создавать еткеніңіз тағы ақша аласыздар. Достар, өздеріңізді уважать етіңдер. Неге көп адамдар кабинетте кірмей кетеді? Неге көп адамдар сіздердің жұмыс жасамай кетеді? Өйткені 15 матиктің қадірі жоқ. 15 матиктің қадірі. Мысалы, бүгін таңда 15 матик қанша? 13 мыңға, 15 мыңға білмеймін енді. Примерно сондай да. Қадірі жоқ, ол барады да, бір рет обед жеген сияқты бағасы. Салды, болды, ұмытты кетті. А мына 100-бен кірген кезде адамда кішкене миында серьезность пайда болады. Достар, сіздер әлі кірмеген кісілерге айтайын. Кірмеген, әлі ойланып отқан кісілерге айтайын. Сіздерге кіретін болсаңыздар, достар, 100-бен кіріңіздер. 100-бен. Ал енді, достар, тағы да айтайын, 15-пен кірген адамдар, 15 матикпен кірген адамдар, енді білмей кірген шығарсыздар, сіздерді может солай кіре сал деп айтқан шығар. 100-ге көтеріңіздер. Енді мынаны өшіріп тастап, дальше продолжаю. Мынаны қазір қалай өшіретін еді? Ой, Алла, мына iPhone-дегі кішкене білмеген. Ана стрелка тұр ғой, стрелка плюстың қасына можешь соны басып көрерсіз. Мына плюсты басып отырмын ғой, екінші шығып кетті. Көрдіңіз ба? Жоқ, плюсте емес, плюстың қасында тұр ғой, значок, соны басып көріңізші. Мынау болады екен, мынаны істейді екенсің. Мынау өшеді екен. Мына артқа десем, бүйтіп өшіп тастайды екен. Достар, кешіріңіздер, мен просто iPhone-ды бұрын всегда Android-пен үйреніп қалған ғой, Samsung-пен. Сондықтан қазір iPhone алып, iPhone-ға үйреніп отырмын да. Барлықтарыңызға естіліп тұр ғой, менің дауысым. Иә. Рахима деген кісі, мама, микрофоныңызды өшіріңізші. Келесі дальше продолжать етемін. Енді қараңыздар, 100-бен кіреміз, қайтадан былай екен. 100-бен кірген кезде біз не істейміз? Мына 15 деп жазып қоямын. 100-бен кірген кезде біз 50-де 50 снимать етеміз ақша.
15-пен кірген кезде біз 60-та 40 снимать етеміз. Енді қараңыздар. Сіздерге жаңағы 100-бен кірген кезде бізге жаңағы 4 адамнан 48 матик незілді түсті. 15-пен кірген кезде 6-да 8 матик түсті достар. Енді қараңыздар. 48 матиктің 50-і апгрейдке кетеді сіздің. Жартысын кошелекке кетеді. 48-дің жартысы қанша? 24 матик. Сізге уже түсті. Кошелегіңізде тыңғыр рет түсті. 6-да 8-бен кірген кезде 40% қанша 40%? 2 матик примерно, да? 2 матик қана түсті. Мен грубо есептеп жатырмын, да енді. 60-ы кетті кабинет. 100-бен кіргеннің 48-і, мына уже 124 болды сіздің кабинеттеріңіз. Ал мына 15-пен кірген кезде, примерно 19 болды есептеп қояйық, 19 деп қояйық. Пока мына 15-пен кірген кабинетіңіз 100-ге жетемін дегенше, неше адам жазуыңыз керек, неше жұмыс істеуіңіз керек. Түсініңізде ме? Қанша жұмыс жасауыңыз керек. Не үшін сіздерге? Өздеріңізді қинау үшін келдіңізде ме осы жерге? Мен сіздерге сондай сұрақ қойғым келеді. 15-пен жазатын 15 прилагать ететін адамдар айтайын. Біреулер бар арамызда. Кіре сал 15-ке деп айтады. Достар, сіздер өздеріңіз сыйласаңыздар, мені, басқаны, спонсорды деп айтпай қойын. Өздеріңізді, сол кірген адамды сыйлайтын болсаңыздар, дұрыстап информация беріңіздер. Дұрыстап информация. Шын жүректен информация берсеңіздер, сол кісі ақша тапсын. Мен сіздерге шын жүрегімнен айтып жатырмын. Маған былай қарасаңыздар, келіп кетер пайдасы жоқ сіздер. Әркімнің өзінің. Қой, мына қазағым ақша тапсын, мына ілімді алсын, үйренсін. Бүгін маған жолда кетіп бара жатсам, сөйлесіп жатырмын, мынандай ақша шештім деп айтып жатырмын ғой бір кісілермен. Таксист кісі айтады: аға дейді, брат дейді, қандай жұмыспен айналысасыз дейді. Сөйтіп, осыны айтып жатырмын да. Сөйтсем, ол кісі де криптовалютаны біледі екен, жаңағы монета деп айтып жатқаннан кейін. Телефонымды алып қалып, жаңа кешке звондап жатыпты. Кірсем бола ма? Қалай істесе болады деп. Адам кірмейді деген затты менің миымда жоқ, достар, вообще. Стерт. Енді қазір оған келем. Енді қараңыздар, осы маркетинг айтайын. 50-де 50, 48, 124, 124 болды ма? Сіздер тезірек не істейсіздер? Осылай шығарып отырсаңыздар, 200-ге жетесіздер. 200-ге жеткен кезде, қазір енді наны өшіріп тастаймын да, қазір 200-ді айтамын. Кішкене тұра тұрыңыздар. Осылай өшіріп отырады екенбіз ғой енді. Басқа өшпейді екен. Менің дауысым естіліп тұр ғой, тағы бір айта салыңыздар, телеграм естімей қалып. Иә. Арасында қоп кететін бар да, телеграм үшін естімей, сосын өзіңмен өзің сөйлесіп отырады екенсің. Енді қараңыздар, ортада бөліп қояйын. Біз 124-ті, мысалда, жаңа 124 келдік қой. Мына жерде жаңа 19-ға келдік. Осылай біз адамдарды 100-бен тіркеп отырсақ, біз тез арада, мысалы, жаңа 124 болды, олардың жаңағы, мысалы, мына адамдарыңыз, мына 4 адамдарыңыз, 124 болды, мысалы, 100-бен уже түсті. Тағы да олардың астынан тіркелетін болсақ, бір-бірден, тағы да 24 болады. Мысалы, бір-бір адамнан ғана есептеп жатыр, бір-бір адамнан. Басқа переливті келетін, жоғардан түсетін, басқа 30 адамды есептеп жатқан жоқ. Тез арада біз не істейміз? 200 матикке жетеміз біздің кабинетіміз. Оны біз қайтадан ақша салмаймыз. Біз апгрейдпен жаңағы осылай өсіп 200-ге жетеді. Мына жерден енді қараңыздар. 4 матиктен қосып отырыңдаршы, мысалы. 19-ға 4, 23. 23-ке 4 қанша рет болады? 27. Неше уақытыңызды не істедіңіздер? Жоғалттыңыздар, достар. Қанша уақытыңызды, нервіңізді сіздерге айтайын ба, достар? Бүгін мен бір кісіге айттым. 15-пен кіретін болсаң, кірмей-ақ қой дедім. Неге? Біріншіден, өзіңнің уақытыңды аласың дедім. Бір. Ана кісі күледі маған. Екіншіден, менің уақытымды аласың деді. 2. Бұл енді грубо емес, просто айтып түсіндіріп жатырмын ана кісіге. Сіздерге де айтып түсіндіріп жатырмын. Неге? Достар, уақыт деген бесценный. Өздеріңді уважать етіңдер. Арасы 100 матик пен 15 матиктің арасы ондай көп емес. 30-40 мың теңге ғана арасы. Енді
Пока мына 19, 23, 27 өсіп тағы 31 өсіп кете береді. Қанша жұмыс жасау керек, чтобы мына жерде 100 болу үшін. Көрдіңіздер ма? 100-ге жетесіздер, енді ғана 50-де 50 снимать етесіздер. 50% мысалы апгрейд етеді, 50% вы жасайсыздар. Мына жерде сіздер уже 200-ге жетесіздер, 60% шығарасыздар достар. Енді көрсетейін сіздерге, санап көрсетейін, как раз оны сіздер түсінбей қаласыздар тағы да. Санап көрсетейін сіздерге, чтобы наглядно көрінсін. Не үшін мен ондай ақша тауып жатырмын? Не үшін сіздер таппай жатырсыздар көп кісілер? Қараңыздар, 200-ге жетеді пакеттеріңіз. Көрініп тұр ғой экраны менің достар, айта салыңдар. Мына жерде әлі 100-ге жетпей жүрсіздер. Примерно 50-ге жеттіңдер деп қояды. Жаңағы 60%, мысал сіздерге примерно айтайық, жаңа 48 матч түсті дейік та тағы да. Мына жерге тағы да жаңа 6-8 матч түсті дейік. Жаңа затпен есептеп отырмын. 48 матчтың 60% қанша болады? Жартысы 24 болатын болса, 6-сы где-то, 32, может, да, 33 деп есептеп қояйық. Ладно, давайте точно есептейік. 48-дің 10% 4-8, 4-8-ді көбейтеміз 6-ға, жоқ, дұрыс емес есептеп отырмын. 24, где-то 30 болады екен. Где-то, грубо говоря, 30 матч. А мына жерде әлі сол баяғы жүріс, сол жүріс, не істейміз? 40%-ні ғана шешіп отырамыз. Көрдіңіздер ма? 2 матик. 30 матик шешкен кезде, уже 30 матиктеріңіз не істейді? Кошелекке кетеді сіздердің. А мына 2 матиктеріңіз бен сіздер әлі қашанға ақша табасыздар? Қашан сіздер зарабатывать етесіздер? 100 матик күніне. Ойландыңыздар ма? Ойланыңыздар, достар, мен сіздер просто так айтып отқан жоқпын. Новичоктар, қазір кіретін адамдар, кірген адамдар, лидерлер осы жерде отырған. Істеп жатқан адамдар, ойланыңыздар. 30 матчтен шығарып отырасыздар. 500-ге жеткенде айтайын енді. Тағы да өлшіп тастайын. Қараңыздар, сіздер 500-ге жетесіздер. Ладно, мына жерде енді айтып қойын 150 болдық деп қояқты. Лучшем случае 150 болды деп қояқ біздің пакетіміз. Мына жерде біз не істейміз? 70-те 30 шығарамыз. Ал мына жерде енді 50-де 50. До сих пор. Жаңа 48 матч санайтын болсақ 70-і қанша болады? Примерно 35-37 матч шығарасыздар да. Түсініп жатырсыздар ма, достар? Түсініп жатырсыздар ма? Маған айтыңыздар, сұрақтарыңыз бар ма? Тамаша түсініп жатырмыз. Түсінбей жатсаңыздар, маған айтыңыздар, Нұрсұлтан, мен түсінбей жатырмын, не айтып кеттім деп айтыңыздар. Нормально бәрі, нормально, конкретно. Енді мына жерде 50-де 50 шешкен кезде, жаңағы 6-8-іміз әлі сол не істейміз? Енді ғана ортасына кеп 3-те 4 матигімізді аламыз. Енді ғана 3-те 4 матигімізді. Осыдан кейін ақша бола ма сіздерде? Айтыңыздаршы. Осыдан кейін сіздер, конечно, любой адам айтады, ой, бұл жерде ақша жоқ екен, бұл жерге кірудің қажеті жоқ екен. Мен бар миллион теңгем бар басқа хайпқа салайын деп сөйтеді. Міне ақшаның бәрі қайда жатыр? 37 матч, мен просто жай ғана, аз ғана сумманы ғана есептеп отыр. Ал қалғандарын есептеңдер, қанша адам переливпен келеді, астыңа жазасыздар, оларға жазасыздар. Адамдардан хотя бы бір 4-5 кабинет алғызбай-ақ, ей, бауырым, 2-ақ кабинетіңді ал 100-ден, я болмаса бір кабинетін пока ал деп адамға айтуға болады, ақшасы болмаса 100-бен. Кір деп. Түсініңіз ба? Сөйтіп ол екіншісін тағы кішкенеден кейін алғызасыз, үшіншісін алғызасыз, өйтіп солай. Ешкімді 100 матикпен біреу кредитке кіріп кетпейді. 100 матиктің әр адамның, даже ақшасы жоқ деген адамның қолынан келетін сумма, бұл беретін сумма. Түсініңіздер ма? Біздің проекттің ұнайтыны неде? Ұнайтыны біз сол сумманы әр адамның қолынан келет беруге. 50 мың, 1 миллион деп, мысал, бүгінгі анау платин койында бағана айтып отыр бір кісі. Ойбай, 4 кабинет алдым 1 миллионнан, 1,5 миллионнан дейді.
кредитке алдым дейді. Не істеймін деп маған айтады. Не істейсің енді дедім мен ол кісіге. Көрдіңіздер ме? Адамдарды сөйтіп алдап жатқан кезде біз алдап жатқан жоқпыз. Біз возможность беріп жатырмыз. Ешкімді қарызға тықпаймыз, ешкімді кредитке тықпаймыз. Біз осылай возможность беріп жатырмыз. Аз ғана суммамен кіріп, жақсы ақша табады. Бүгінгі таңда сіздерге расклад жасап беріп жатырмын. Ана чатта көп адам жылайтындар көбейіп кетті ғой, түспейтін ақша. Қайдан түседі осылай істейтін болсаңыздар? Қайдан сіздер ақша аласыздар? 1 жыл жүресіздер, 2 жыл жүресіздер. Ақша сөйтіп адам жинала ма? Дұрыс жасау, Нұрсұлтан, қалай дұрыс жасаймыз деп айтады. Әрқайсысы, мен енді әрқайсысына индивидуально айта алмаймын ғой отырып. Ондықтан осы теманы көтеріп жатырмын. Мен барлықтарына көтеріп жатырмын. Кірмеген кісілер де болса қазір, барлығына айтып жатырмын беттеріне. Қалай жұмыс жасау керек? Бұл жерге жайдан жай ойнап келіп, ойбо деп келмейді. Бұл жерге адамдар ақша тапқым келеді, істегім келеді. Енді биыл осы заман ақша керек қой, любой заманда ақша важный болған. Ақшаң болса, қалтаңда, талтаңда дейді қазақ айтқан. Сондықтан ақшаң болса, алатын затыңды аласың, жейтін затыңды аласың, киетін киіміңді аласың, путешествовать етесің, қыдырасың, дұрыс па? Дұрыс. Ұялып тұрмайсың. Сондықтан біз осы схеманы дұрыстап жұмыс жасайтын болсақ, достар, сонда ғана бізде не болады? Әрбір істеген кішкентай движениелерінен, әрбір істеген кішкентай қимылдарынан сразу ақшасының бір дәмін сезесіздер. Сонда сіздерде не пайда болады? Цель пайда болады, мақсат пайда болады. Ойбой, мен 1-2 ғана адам жаздым, осындай ақша тауып жатырмын. 1-2 адам астыма пассивтен түсті, мысалы. Осылай ақша тауып жатырмын. Енді қараңыздар, достар, мынаны өшіремін, сіздерге тағы бір несін көрсетейін. Мынау түсінікті ма? Түсінікті ма? Айтыңыздаршы. Конкретно, братан. Нұрсұлтан мырза өте жақсы түсініп отырмыз. Келесі моментті қазір түсіндіріп көрсетейін. Келесі моментті. Енді, ойбай 30 адамнан ақша түспейді дейді. Бүгін бір Света деген кореянка әйелім бар менің. Осы ноябрьдің соңында кірген. 30 адамнан, білесіздер ме қанша түскен ол кісіге? 30 адамнан 63 матик түскен ғой. Бізде, потому что бізде бухгалтерия бар ғой көрсететін. Қай матик қайдан келген? 63 матик түскен. Неге? Өйткені оған мен енді бір кабинетімді бердім. Жақсы. Бұлай. Енді сондай 100-бен жазылған. Астының бәрі 100 сондай. Енді қараңыздар. Сіздерге 30 адам беріледі. Дұрыс па? Барлықтарыңызға. Рандомно. Рандомно дегенді қалай қазақша айтуға болады? Біздің өзінің автоматизациямен автоматым осы 30 адам беріледі. Ол 30 адам барлық елден болуы мүмкін. Қазақстаннан, Россия, Қырғызстан, неважно. Там да, любой елден. Енді біз сол 30 адамның барлығын, мысалы, деп бүйтіп қояйын 30 адам бәрін. 100 болатын болса, 100. Сызып қояйын, чтоб түсініңдер, наглядно деп. 100 мен кірген кезде, олар жаңағыдай матик шығаратын болса, әрқайсысы деп айтып қояйын, примерно. 2 матик емес, жаңағыдай, ал сразу 34, 30, 20 матик шығаратын болса, мен сіздерге көрсеттім, болады екен шығаруға. Дұрыс па 100 мен кірген кезде? Болады екен. Оны жаңа доказать еттім. Енді 30 адамнан 1% есептеңдер. 30 матик, 20 матик шығаратын болса, 30 матиктің 1 матигі 1% қанша? 1%, 10% 3 болатын болса, 1% 0,3 примерно. Да? 0,3 деп есептейік. 30. 0,3-ті көбейтеміз 30-ға. 30-ға көбейтетін болсақ, 9 болады общем. Правильно? 9 матик. Көрініп тұрма да 9 жазылған? Көрініп тұрма? Или қайтадан жазайын ба? Жазайын сіздерге. Тағы көрінбей қалды деп жүрерсіңдер. Жазып көрсетейін. 9 матик не істейсіздер? Аласыздар 30 адамнан. Қазір барлығы көріп отырсам, 15-ке кіргізіп тастаған. 30 адам бәрі 15-пен кірген. Алақандарын шапаттап отырсыздар. 9 матик, 30 адамнан алып атсыздар күніне. 9 матик алмай қой күніне дейін. Ладно, күніне 5-ақ матик, 3 матик ала қойшы осы 30 матиктен. 30 адамнан күніне 3 матик.
Басқа жұмыс жасамасаң да 30 адамнан біздегі берген пассивный 3 матик алсаң, айына сіздерге есептейін. Bir күнде 3 матик, 10 күнде 30 матик, 30 күнде 90 матик аламыз. 90 матик. Жазайын мына жерге сіздерге. Мынаны сақтап қалыңыздар мынаны. 90 матик айына. 90 матикті көбейтіндер теңгеге. Мынау жоқ дегенде мен жаңа пассивный 30 адамнан айтып жатырмын. 90 матиктің қазір құны қанша? Примерно 60 мың деп қойсам, 60 мың теңге только 30 адамнан ғана аласыздар. Түсініңіздер ма? 60 мың теңген кім береді сендерге айтыңдар? Айына кім береді 60 мың теңге? Ешкім бермейді. Бұл только 30 адамнан алатын ақшалар, достар. Пассивный. Енді келесі перелив келеді, басқасы келеді, адам жазасыздар. Күніне мен сіздерге доказать етіп жатырмын. Күніне $100, 100 матик шығаруларыңызға болатынын доказать етіп жатырмын.